Достар, бүгін Алланың көркем есімдерінің бірі Әл-Ғафур есімін жазатын боламыз. Әл-Ғафур кешіруші, кешірімді деген мағынаны білдіреді. Бұл есім Алланың шексіз мейірімділігін білдіреді. Егерде адам шын тәубесіне келіп, жүрегімен Аллаға жақындайтын болса, Алла оны міндетті түрде кешіреді. Бір күні бір адам өте көп күнә жасапты, қателіктер жасапты. Бір күні ол шөл далаға түсіп қалады. Күн ыстықтан қатты шөлдеп Алладан сұрайды: Алла, мен сенен алыстап кеттім, сен мені ұмытқан жоқсың ба дейді. Сонда көктен бір бұлт пайда болып, жаңбыр жауады. Адам су ішіп тірі қалады. Сонда ол көкке қарап, неге мен бұған лайықты емеспін ғой деген кезде жүрегіне бір тыныштық орнап, жауап алғандай болады: сенің күнәң қаншалықты көп болса, менің кешірімім одан да үлкен деген. Достар, давайте бірге жазайық.